Құрметті оқырмандар, алдыңғы бірінші видеода біз осы кішкентай баланың киімінің негізгі сызбасын сызған болатынбыз. Бұл 25% өлшем бойынша алынған. Мынандай 1 миллиметрде 1 сантиметрде 4 миллиметрлік өлшеммен алынған. Енді қазір мен сіздерге мынандай 50%, яғни 1 сантиметрде 2 кішкене сантиметрше бар өлшеммен сызылған сызбаны көрсетемін. Мұнда менде былай болады. Бұл 50% кішірейтіп алынған сызба. Кішкентай балаға мен қазір жакетті киіндіріп жатырмын. Ол үшін осы сызбаны үлкейтіп алдым. Үлкейту үшін, сызбаны үлкейту үшін, мысалы сіз өлшедіңіз ғой, мына жерді мына өлшем бойынша мына жер 18 болып тұрса, сіз жаңа қағаз аласыз да, мына линейканың мына жағымен 18 қылып өлшейсіз. Солай отырып, мына жерде 18 сантиметріміз белгілі, короче. Енді моделированияға көшетін болсақ, мынау бізде мойынға жабыстыратын болғандықтан мен оны 2 сантиметрге кеңейттім. Өзімнің сантиметрім бойынша 2 сантиметрге кеңейттім. Және қайтадан өлшеп қарайын. 1,5 сантиметрге кеңейттім. 1,5 сантиметрге кеңейттім. Және осы жерлерін ойып алып тастаймын. Сонда жаға кішкене кеңдеу болады. Мына жерден де тура солай алдынан қанша сантиметр алып тастасақ, артқы бөлігінен де тура сонша сантиметр алып тастаймыз. Енді мен мына жерде қарап тұрсаңыздар, мынау қағаз қиғашынан кеткен. Мен оны қиып алып тастадым. Алдыңғы беті кішкене көтеріңкі, ал артқы беті кішкене ұзындау болады. Мынау алды, мынау арты. Алдындағысын алдында, артқысына кішкене қостым. Енді мен қол ойығынан да кішкене 1 сантиметр алып тастағым келіп тұр. Себебі қол ойығы, жакеттің қол ойығы кеңдеу болғаны дұрыс. 1 сантиметр тіпті аз болатын шығар, білмеймін, көреміз. Балаға не қылып жатқанда, балаға өлшеп тіккен кезде кішірейтіп отырасыздар ғой. Балаға кигізіп көресіздер. Содан кейін балаға кішкене кеңдеу қол керек болса, осылай үлкейтесіздер. Енді осыны матаға салып қиямыз. Менде маталарды алып келейін қазір. Осы матадан сыртқы жағын істейтін болам. Қара матадан подкладын, яғни ішкі жағын істейтін боламын. Ал олай болса кеттік. Ол үшін ең алдымен жаңа мен мына сызбаның мына жерінен алынған бөлігін дұрыс жабыстырмаппын. Оны алған кезде былай жабыстырасыз ғой. Тура осылай жабыстырасыз. Төңкеріп жабыстыруға болады. Осылай жабыстырып, артқы жағы былай түсіңкі болып келеді ғой. Былай не қылсаңыз да болады, дөңгелектетіп істесеңіз де болады. Осылай істеймін. Міне осылай істеймін деп шештім. Былай дөңгелектеніп келеді. Енді алдымен артын қиып алайық. Алдымен артын қиған кезде дөңгелектер әдемі тұру үшін дөңгелектер суретін келтіріп аламыз ғой. Міне артын осылай қоямыз.
артына осылай қоямыз да. Не болды? Қиып бастадым. Мен мұнда айтуға ұмытып кетіппін, тігіске орын қалдырып сызып алғанмын. 1 сантиметр тігіске. Жоқ, ішпеймін, өзің іше бер. Мынау біздің киіміміздің артқы бөлігі. Енді алдыңғы бөлігін кесіп алайық. Мынау менде балама курточка тіккенмін. Курточка болғанда күзге киетін курточка. Содан қалған материалдар сіздерге мастер-класс түсірейін деп. Енді алдыңғы бөлігін аламыз. Алдыңғы бөлігін қалай кесіп деп алып, мен мына жерде замокқа орын қалдырып кетемін. 1 сантиметр. Осылай алып кесіп аламыз. Негізі ине қадап кесу керек, бірақ мен жылжымай тұрғаннан кейін кесіп жатырмын. Ой. Мен жерде замок істеймін деген, замокқа орын қалдырған жоқпын. Олай болса, мына материалымыз пока қоя тұрайық. Кейін қоса салуға да болушы еді. Замокқа қалдырған 1 сантиметрді, бірақ кейін қосып жүретін. Осылай. 1,5 сантиметр. Машина лапка енді 1 сантиметр ғой, жақсы тігіп. Қатты узкий болып кетуге де болмайды. Иә. Міне осылайша киімнің алдыңғы бөлігін істеп алдық. Міне алдымыз осылай болады. Арқасы міне осындай болады. Мына жердегі мынау замоктың несі ғой. Замоктың орны. Мынау алды, мынау арқасы. Міне осындай жакет болады. Енді подкладын қиып алайық. Подкладын қию үшін мен жаңағыдай қағазды қоймай-ақ, мына жаңа қиылған материалды подкат мынау оң жағы, мынау теріс жағы міне осылай қиямын. Бір-біріне қарап тұру керек, себебі олар. Клубничный сок ішіп ба? Сен клубничный болып кеттің ба? Да. Не осылай
осылай подкатты қиып алдық. Енді мына жерде негізі матаның жартысына қойды. Менде мына остаток материалдар болғандықтан матаның жартысына қарап отыратын уақыт жоқ. Ең самый главный беті-бетіне қарап тұрса болды. Мына жақ бет жақ, мына бет жақ. Бір-біріне қарап тұрса болды. Сен не істейін деп жатсың ертең? Не істейін деп жатсың? Нешедемін деп жатырмын? Сен үштесің ба? Мен үштемін. Міне осылай қиып аламыз. Міне осылайша қиып алдым. Енді мына жақ бөлігін қосамыз. Мына жақ бөлігін қосамыз. Қолдарын бірдей етіп қосып аламыз. Мен мұнда қара жіппен тіге берем. Себебі паткады. Қара жіп. Осылай біріктіріп аламыз. Не берем? Қазір берем. Бастапқы кезінде тіккен кезде закрепка қалдыруды ұмытпаңыз. Енді мынаны аккуратно үтіктеп аламыз. Я смотрю. Еркебұлан! Міне осылай үтіктеп алдық. Осы жабылады. Енді артқы бөлігінде солай тігіп аламыз. Ішкі жағын паткадында. Міндетті түрде закрепка жасап отырамыз. Алға және артқа жүріп тігісті бекітіп аламыз. Алға және артқа жүріп отырып тігісті міндетті түрде бекітіп аламыз.
Осылайша мына жақты да үтіктеп аламыз қазір. Сөйтеміз де оны қосып шығамыз. Осы жерде головоломка басталады енді. Бірінші мынаның иығы мен иығын қосып шығайық. Яғни мына основнойдың барлық иықтарды қосып шығамыз қысқасы. Ұйқың келіп отыр ма, балапан? Ұйықтаймыз ба? Қазір мен мынаны түсіріп тастаймын. Осылай қосып үтіктеп аламыз. Мынаны былай қарап тұрсам, мойны да әлі де кішкентай сияқты. Әлі де кішкентай сияқты. Мынау шыққан алдыңғы бөліктен артқы бөлікті осылай бір-біріне қосамыз. Шешемізді тігіп шығамыз. Бірінші неден бастасам екен деп отырмын. Бірінші, давайте, наверное, замоктан бастайық. Менде мына замок келмейді екен, мынау ашылмайды екен. Демек, замокпен емес, түймемен істейтін боламыз. Ең алдымен мына жилеткамыз осылай тұрды ғой, бет-бетімен. Осыны тура осылай төңкеріп аламыз. Содан кейін осылай тігеміз. Инемен қыстырып алған дұрыс болушы еді. Сонда артығы шықпаушы еді. Осылай алыстан инемен қыстырып алайын. Мына жердегі тігісі бір-біріне беттесу керек. Мынау ішкі материалға, ұл балаға, қыз балаға тігетін болсаңыздар, жылы жилетка шығу үшін флис материалын қолдануға болады. Флис материалы өте жылы. Кейбір енелер майысып кетті. Енді осылай тігіп шығамыз. Сен суретші болғың келе ме? Мына жерде тігісін жатқызып мойын ойығын тігіп болды. Мойын ойығы дұрыстап қайырылу үшін мына отсечка дейді. Мына тігіске кішкене жеткізбей дұрысы былай үш бұрыштап қиып алып тастаған дұрыс. Әсіресе мынау резкий поворот болған жерлерді, лишний материалдарды қиып алып тастаған дұрыс. Былай бір қиғаш дейіз, тігістегі 1-2 мм жеткізбей.
сонда мойын жақсы жататын болады. Енді аламыз да осылай ішке қарай кіргізіп, кішкене тартып, мойынымыз шықты. Жаңағы замокқа қалдырған 3 сантиметр түймеге кететін болды. Міне мойын осылай пайда болды. Мына жерден желательно ішкі жақтан тігіс түсірген дұрыс. Ол мынау жилетканың подкаларының сыртқа шығып кетпеуін қорғап қалады. Ол үшін қазір көрсетемін. Мына материалды былай жатқыза отырып, мына жерден 2 миллиметрмен тігіс жүріп отырмыз ішкі подкаттан. Қолымызбен астыңғы жағында жатқан материалды дұрыстап отырып, мына подкат жағына қарата отырып тігеміз. Міне осылайша сіздерге көріне ме, көрінбей ме? Осылайша 2 миллиметр тігіс салып шықтым. Былай жатқан кезде жилетка мынау жағы сыртқа қарай шығып кетпейді. Ішкі жағы, подкаты сыртқа қарай шығып кетпейді. Осылай жатады. Енді мына қол бөлігін не осындай етіп тігетін боламыз. Бұлай тігу көбісі қиын деп айтады, бірақ ешқандай қиын ештеңе жоқ. Мына жерден аламыз да мына бетпен мына бетті мына жерден біріктіріп жібереміз. Осы жерін біріктіреміз де осы жерінен бастап тігіп кете береміз. Кейін күштігін отыраудың алып тастады. Тек екі бетін біріктіріп отырамыз. Астыңғы жағына қарап отырамыз, қалып қоймасын деп. Менің материалым сыпучий дейді ғой, сондай материал. Бұған үлкен киімдер немесе оверлокпен айдап шығу керек. Мына жакеттің подкаты болғандықтан, мұнда оверлокқа мына жерге келгенде қолтық тігістерін бір-біріне біріктіріп отырамыз. Сіздерге көрініп жатыр ма? Көрініп жатқан жоқ па? Не кішкентай болғаннан кейін мына жақтан шығарып алып отырамыз. Жеңді айналдырып тіге береміз ғой. Не осылай тігіп алдық. Жаңағы айтқанымдай кез келген дөңгеленген жерде надсечка жасап отыру керек. Ол надсечка астыңғы жағын кішкене алмай кетті, соны дұрыстап жіберейін. Ондай болып тұрады. Киімді тіккен кезде оны жуасыз ғой, жуған кезде тігістер одан сайын жыртылмас үшін мықтылап тігу керек.
Енді осылай қол ойығы шықты. Енді бұларды дұрыстап тіктеп, соңына келген кезде жинап алатын боламыз. Мен арқа бөлігіне резинка қояйын деген, артқа именно талиясын кішкене жинақтап тұратындай, мұнда резинка салғым келді. Енді мына бетін былайша етіп жауып тігіп аламын, себебі бізде түйме болады. Замок тігуге жеке мастер-класс түсіру ойда бар. Бұршағын былай кешетін боламыз. Осылай бұрыш шығаратын приспособление дейді, арнайы нелер бар. Қайша не сияқты өзінің заттары бар. Бұрыш шығаратын міне жилеткамыз дайын. Енді тек қана астыңғы бөлігінің подкатты былай түсірген кезде астынан артық жағы шығып тұрады. Соны 1 сантиметрге кесіп алып тастаймын. Көзбен сызып та кессеңіздер болады. Қалай жатыр. Жер дұрыс. Барлық жері дұрыс келіп тұр. Жердегі планы артық кесіп тастаймын. Барлық артықша жіптерді тер кезінде кесіп отырамыз. Ол үшін мына жилетканы былай қайырып аламыз да, бәрін тігіп шығуға кеңес берем. Бүкілін жауып, содан кейін тігіп болған жерді аша қоямыз.
мына жердегі тігіспен, подкаттағы тігіспен жан тігістері бәрі бүкіл көп кітаптарды оқығанда бәрі ұқыпты істеңіз дейді. Себебі кейін өзіңіздің тіккен затыңызға қарап каждый раз нерв болмаңыз дейді. Сол сияқты. Мен тіпті білесіз бе, мен мына жерде жан тігісінде аша саламын. Қай разница, қай жағын ашылса болады. Кейін қолмен қазір аккуратно қалай тігуді көрсетемін. Осылай аккуратно кесіп аламыз. Қарап отырасыз ғой, жіпті тек алатындай болып. Жіпті алатындай етіп. Ежелі кесіп жүрмеңіз, тігістен аямай. Болады ондай жау қоя салсын. Себебі бәрі өзіміз үшін ғой. Өзіміз үшін істеп отырып, басқа біреу үшін емес. Осылай міне аударып шығарып аламыз. Шығарамыз. Міне жилеткамыз да дайын болды. Тек мынау жан тігісімен түймесін тіксек болды. Міне осындай керемет жилетканы балаларыңызға тігіп берсеңіз болады. Ол үшін менің баланың негізгі основа дейді ғой. Негізгі сызба деген видеом бар. Осыдан алдыңғы бір күн бұрын. Жоқ. Бірнеше күн бұрын жүктеген. Бір күн бұрын жүктедім бе. Ұмытып тұр. Соны қарап, осындай жилеткаларды балаларыңызға тігіп берсеңіз болады. Жилетка киіп жүргенде кеудесі жылы жүрген бала ауырмайтын болады. Мен қазір жан тігісін, ашылған тігісті қалай тігуді көрсетемін. Инені іштен салып аласыз да. Мына жерден тура соның тұсынан қадап 2 мм аласыз. Мына жақтан да 2 мм аласыз да. Осылай. Одан тағы 2 мм мынаны жеке мастер-класс етіп түсіремін. Тоже не деген күшті ойлар келіп отыр. Істеген сайын түрлі ойлар келеді. Мынандай істесем болады екен, мынандай істесем болады екен деген. Осылай. Көрініп тұр ма сіздерге? Тура тұсынан тұрып былай тартқан кезде мынау тігісіміз жабылады. Білінбейді осы жерден ашылған екені. Міне осылайша барлық жеріне тіктедім. Күшті жилетка шықты. Балаларыңыздың бәрін бір жерге шыққан кезде былай материалын әдемілеп таңдасаңыз, балаларыңызды торговый центрге бір жерге шыққанда тауып алу оңай болады. Барлығына осындай бірдей тігіп берсеңіз.